ұрпағың жалғастырар арманыңды. Қайран дүние. Ешқашан тоқтау жоқ сұма жалдың асыл әкемізді арамыздан жұлып әкеткеніне де бір жылдың жүзі болыпты. Бақаев Сұңғат Файзрахманұлы бұл фәнемен қош айтысқанды. 1966 жылы 22 сәуірде Жарсу ауылында дүниеге келіп, көп балалы тек дәулетте тәрбиеленіп өсті. Жастайынан кез келген іске икемді, қабілетті, өнерлі, жауапкершілігі мол болды. Ақылды, сабырлы және мінезі байсалды жан еді. Өзінен үлкен аға-әпкелері мен қарындастарына мейірімді, жанашыр, ерекше бауырмал іні болды. Үлкен кішінің алдынан қия өтпейтін құрметті азамат болды. Күндер ай жүйткиді зулайды, жылдар ай орнында тұрмайды. Жанымның жастығын ұрлайды, ойлаудың өзі де мұң қайғы. Әулеттің ұлдан сүт кенжесі, бауырларымен туған туыс, ағайын жиі бас қосатын, жауапкершілігі жүктелген қара шаңырақтың иесі болды. Кенженің қадірі қазақ үшін қашанда бөлек. Бір 1984 жылы Жарсу ауылы Правда орталау мектебін жақсы аяқтап, өзінің отан алдындағы борышын Амурск облысында БАМда жүргізуші болып абыроймен атқарды. 1986 жылы әскерден оралып, Зайсан аудандық ауруханасында көлік жүргізушісі болып жұмыс істеді. 1991 жылдан бастап Мерей шаруа қожалығында Ұлық Қабырға, Қазақстан-Қытай бұрғылау компаниясында, Сайхан компаниясында, Техавтотранзит компанияларында жүргізуші болып жұмыс істеді. Барлық қызметте өзінің қарымды қабілетімен танылып, әріптестер арасында зор беделге ие болып жүрді. Достарым жаным бады, жаны түсті, түмерте жарық жұлдыз ағып түсті. Ортамыз ойсырап тұр өздеріңсіз, батады сызып өзге сағыныштың, батады сызып өзге сағыныштың. 1994 жылы Мәуітбек қызы Айжамалмен отау құрып, екеуі бір ұл мен екі қыз тәрбиелеп өсірді. Ерасыл, Ағарке, Жанерке, олардан екі жиен немере сүйді. Зейнет жасына жетпей, 57 жасында дүниеден өтті. Талай жайсаң, жұлдыз ай болып өтті ағып, жоқтау айтты күңіренді көк қалық, өмір өтті боздаланы боздатып ажал шіркін, Сұңғатты да кетті алып. Туғандарың, қалдардың да абдырап, ойлады ғой бізді қояр бауыр деп, жүректері сыздап, көздерін сулап, өзіңді еске алумен жыл өтті зулап. Кеше ғана ортамызда жайраңдап, баршамызға ақыл кеңесін айтып жарқылдап жүрген ардақты әке, асыл жар, аяулы ата, жанашыр бауыр,
Адал достың бір-ақ күнде қара жердің бүйірін домпайтқанына сенгіміз келмейді. Жазмышқа не шара? Сыңғырлаған даусыңды енді тек сағынышпен еске аламыз. Домбыраң қалды қаңырап, гитараң үнін қоса алмай. Балалар үшін берген тәлім тәрбиесінің мәні ерекше. Әрдайым шындық пен турашылдықты нық ұстап, адалдық пен адамгершілікті пір тұтты. Балаларына деген әкелік өсиеті ешқашан ұмытылмайды. Сонымен құладың ба тасқа малым. Қалмады күйініштен басқа малым. Шынымен құладың ба шым қорғаным, шынымен өртендің бе нұл орманым. Деп жырлап еске алады ұл қыздарың. Жастайынан барлық аға әпкелерінің балаларын жазғы демалыстарында еңбекке баулып, құрылыс жұмыстарына, егін шаруашылығына, шөп шабу мен мал бағуды үйретіп, гитара домбыра аспаптарын шертуді үйретіп өнерге баулыған өте еңбекқор, мейірімді көкелері еді. Қазіргі таңда бір-бір үй болып отырған бауыр қарындастарының жүректерінен үлкен орын алған қимас көкелері болып қалды. Жетпей кеткен арманын артында қалған ұрпақтары жалғастырсын. Аруағыңа бас иіп, рухыңа тағзым етіп Құран бағыштағаннан басқа бүгін қолымыздан не келеді? Жүреміз талай келіп қабіріңе, мейіріммен жымиған күлкіңді еске алып, мәңгілікке сағынамыз. Жатқан жерің жайлы болып, сәуле шашып тұрсыншы қабіріңде. Алладан болып шапағат, пейіштің төрі ашылсын. Бәйраттың шабысы бар, сатсыз еткен қалмақтың қалқанымдай, қалқыз еткен аржаған есін айтам, ішің білсін, көзіңнен айналайын жатыл еткен. Көктемгі жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұлғалай қалай. Өтіп өмір жалғанай, әуресіне салғанай, салғанай. Амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің,